Көрнекті ақын Қадыр Мырза-Әлінің туғанына 90 жыл толуына орай Дихан Әбілов атындағы көпшілік кітапхана сіздерге Қадыр Мырза-Әлінің біршама кітаптарына шолу жасауды ұсынамыз. Қадыр Мырза-Әлінің бірнеше том кітаптары бар. Соның ішінде біздің кітапханада 2 томдық жинақтар кітабы бұл Қылыш пен қанжа және Күндер-ай атты бөлімнен тұратын Қадыр Мырза-Әлінің бірінші томдық кітабы. Бұл кітап Алматы Балауса 1995 жылы шыққан баспадан. Қазіргі таңда бұл бөлімдерінде бірінші 13 өлеңдер жинағынан және екінші бөлімі Күндер-ай әннің сөзіне жазылған өлеңдері жинақтар топтамасы жазылған. Осы кітаптың екінші томы Алматы Балауса баспасы 1995 жылы жарық көрген. Бұл кітапта ақынның батырларға, ерлерге жазған әдеби шығармалары, көркем өлеңдері шоғырланған. Келесі кітабымыз бұл Қадыр Мырза-Әлінің 2 томдық кітабы. Қазіргі қазақ поэзиясында ойып тұрып орын алатын ақынның шығармасы. Алматы жазушы баспасы 2005 жылы жарық көрген бұл кітап. Бұл кітапта да ақынның балаларға, үлкен ортаға, әлеуметтік мәселелерге, отансүйгіштікке тәрбиелейтін көптеген өлеңдер жинақталған. Дәл осылай келесі біз Қадыр Мырза-Әлінің көкейкесті шығармасы. Бұл көкейкесті шығармасында адамның дамуындағы, ой өрісінің жетілуіндегі адамның қоғамға деген үлесі және де отан туралы, туған жер туралы өлеңдер жинақтары шоғырланған. Бұл кітап Атамұра баспасы 2003 жылы жарық көрген кітаптардың бірі. Келесі бір таңдамалы үздік шығармалардың бірі Жазымыш. Бұл кітап Жазымыш Атамұра баспасынан шыққан 2024 жылы жарық көрген кітаптың бірі. Бұнда таңдамалы әдеби шығармалар, таң, нұр сияқты және де адамзатты ой өрісін, ішкі жан дүниесін сипаттайтын өлеңдер жинағы топтастырылған. Құрметті оқырман, Дихан Әбілов атындағы көпшілік кітапхана баршаңызды кітапханамызға келіп, осы кітаптарыңызбен танысуға шақырамыз.